Құдалар келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Қағысып шапан жауып бір тұғырға қатар қонып құдаласу қандай керемет. Төс қағысып шапан жауып Құдаларымызбен құрметті ағайын, есігімізді ашып, кәшуімізді шашып, қырғалып, биге басып, құдаларымызды қарсы алайық. Келді ағайын құдалар, қарсы алайық соғып шапалар. Арнасымыз тектілердің жалғызымыз, әрқашанда салтына беріп. Асылдардың арнасымыз тектілердің жалғызымыз, әрқашанда салтына беріп. Ал кеттік құдалар, келді құдалар, бірге болайық мәңгі құдалар. Құдалар, ezgi құдалар, тәңірім қосқан бізді құдалар. Бәрекелді. Ал кеттік, жұп болсын құрметті құдалар. Тағы бір көңілімізді қалдырмай, аяғымызды талдырмай, жұп болсын, көп жүгірейді завайттайық, шүкір бәрекелді. Кеттік сіздермен бірге.
Assalamualaikum hürmetli құдалар, қасиетті қаскелеңге қош келдіңіздер, бәрекелді. Ал дастархан басыр жайғастырайық. Қош келдіңіздер, аттаған маңызлықтарыңыз мәңгілік болсын де. Келіңіздер құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Бүгінгі берекет ағамыздың шаңырағына, орынша әпкеміздің шаңырағына қош келдіңіздер, бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Алдымда жыр ұштадым, тойларың құтты болсын деп айтайын, ардақты басын қосқан туыстарым, ассалаумағалейкум, той құтты болсын, бәрекелді. Енді құрметті ағайын, мінекей біздің қазағымыз айтады ғой, ең бірінші болса екі үйдің арасын жүрген із қосады, екі адамның арасын сыйласқан, сіз бен біз қосады, екі әулеттің арасын өскен қыз қосады дейді. Міне аяулы аққу қыздарымызды айдынымызға қондырып, бүкіл бір әулетті бақытты болдырып, ортамызда жол қылып отырған кереметтей сәтте, құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп бір қошемет соғайықшы, құрметті ағайын. Бәрекелді. Рахмет. Ақбата алған ұл мен қыз иманнан алыс кетпейді. Беріле берсін ақбата бата көпті кетпейді дейді. Мына төріміздің көркі болған осы әулеттің үлкені Нұрман аға атамыздан бір әдем баталайық дастарханға, ары қарай таныстықта жалғаса жатыр. Өйткені алыс жақыннан келген қонақтар бар. Дастарханға бісмілләсіз салатқа қол салмаған ардақты қазақпыз ендеше. Нұрман атамыздың ақ батасынан кейін баршаларыңызды дастархан басынан дәм ауыз тиюге рұқсат дейміз. Мынау енді бата берейік. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, барлық әулиелер қолдасын. Бақ қарасын, қыдыр дарысын. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын, әр үйде таусылмайтын бақ болсын. Аллам әрқашан қолдап, тек жақсылық көруді нәсіп етсін. Мінекей бүгін екі баланың қосылып жатыр. Екі бала бақытты болсын, тойымыз той қыласын. Аумин. Енді құрметті ағайын, қазір бір көрген таныс, екі көрген біліс, үш көрген туыс дейді. Одан бұрын осы әулеттің, айғара әулетіндегі осы сіздерге деген көңілі байып, ақ дастарханын жайып атқан кім? Бүгінгі тойдың иесі кім? Бүгінгі осы әулеттің иесі кім деген сұрақтар болып жатқан болуы мүмкін. Сондықтан мынау біздің қазағымыз дастархан толы тамаққа емес, үй иесіндегі жадыраған қабаққа көңіл толады екен. Сондықтан құрметті ағайын, мен ортаға бүгінгі кереметтей, Нұрбектей азаматты өсірген өздеріңіздің құдаларыңыз, осы әулеттің ең керемет азаматы және осы ауылдың ең ибалы келіні Берекет пен Орыншаны ортаға шақырайыншы, қошеметтеріңізбен құрметті ағайын. Бүгін міне әселдің қадамынан жыр көктеген, аяулы бүкіл елі құрметтеген сіздердің орталарыңызда оң жағым қызарды деп, қолым ұзарды деп, тағы бір құдам қосылды деп, төріме көсілді деп, бүгін осы күнге де халқым жетті деп, қуанышпен жүрек кеудесін текпілеп тұрған ардақты ағамыз бен жеңгеміздің қандай қуанып тұрғанын қазір пиғылынан да қимылынан да көретін боласыздар, құрметті ағайын. Қазір енді осы әулетті біз, сіздердің нағыз құдаларыңыз біз деп бір әлемлеп, билеп барып, ешкімге тоқтамай, ешкімді боқтамай қайтып келесіздер. Жақсы ма? Құрметті ағайын, қошемет шапалақтарыңыз болса, бүгінгі кереметтей ардақты ағамыз, Берекет ағамыз бен Орынша ханымға қошемет шапалақтарыңыз болса. Берекет ағамыз.
рахмет, бәрекелді. Осындай көңілдеріңізге рахмет. Міне бүгінгі қос қарашығыңыздай болған Айбек пен Нұрбектің алғашқы тойы басталып жатыр. Нұрбек өзі басталып жатыр. Сондықтан да осы жердегі құрметті құдаларымызбен танысып алайық. Одан бұрыннан үйдің иесі, дастархан иесімен бір танысып алсын деп жатқанымыз ғой. Ендеше Берекет аға, осы жерде отырған барлығын танитын бір кісі бар ма? Сол кісіге микрофон берейін, ортаға шақырып, осындағы Берекет ағамыздың барша туыстарымен таныстыратын болады. Ассалаумағалейкум, құрметті құда-құдағилар. Құдалығымыз мың жылдық болсын, жастардың қадамы құтты болсын. Ал енді біздің мына әлеуін айтып өттім, енді бүгін біз таныстыруға болады. Рыскелді әулеті деп айтамыз, әкеміздің аты. Азан шақырып қойған аты Рыскелді. Өзі өмірде аталған есімі Ырысқали, шешеміздің аты Рахат. Біз сол кісілерден тараған ұрпағымыз осы. 3 ұл, 2 қыз, үлкеніміз қыз, кенжеміз қыз, ортада 3 ұл. Сол осы біз нағашылардың қолында өстік. Міне айтамыз мен. Міне нағашыларымыз Сарысүйек құдаларымыздан бастайық, көрде отыр. Міне Сарысүйек әкеміздің құдасы болсын. Ахат құда мен Гүлсім құдағи. Ол кісілердің баласы үлкен тұңғышы Махаббат ханым. Ал енді тағы құдамыз бар жәлеген. Ол енді жас, ол біздің құдаларымыз. Қазір киініп жатыр, ол кісі кіргенде таныстырайын. Құдағидің аты Гүлсім деді. Құдағидің папа мамасы. Бұл өздеріңіздің әлі бауыздар құдаңыз бен құдағиыңыздың әке шешесі. Бұл кісілер сонда бізге әкеміздің құдалары, Сарысүйек құда-құдағилар. Ал келесі рұқсат болса, біздің шешеміздің сіңілісі, бізге шешеміздей болып жүрген Қанат апайымыз. Шешеміздің сіңілісі осы Алматы өңірінде тұрады. Одан кейінгі кісіміз міне Рахметбай көкем. Бауыры, шешеміздің бауыры. Одан кейінгі сол әулеттің кенжесі, нағашылардың кенжесі, Макстың Пірәбай ағасы өкілі. Құрмет аты. Жолдасының аты Гүлмира, оңсыз келген жоқ. Ал енді мына Қанат апайым дедім ғой, соғыстың балалары міне. Перизат, Ләйла, Ләйла келіні, Перизат ұлы. Ал енді біздің әулеттейміз, біздің отбасына келсек, енді үлкеніміз міне Бақыт апайымыз, сол Ырысқали ағаның үлкен қызы. Одан кейін мен микрофон ұстап тұрған менің негізі есімім Бақытжан Құдағи. Одан кейінгі біздің ортаншы ұл Бақыт Бек. Келініміздің қызы Алмаш. Бас құдаларыңыз Мақсұт Бек. Бас құдағиыңыз Сымбат. Қазірде тағы бір құдашаларыңыз бар, таныстықпенен Семейден келген, бұл бізді өзі. Негізі біздің шешеміздің сіңілісінің баласы. Әкесі бізді Қожақұл дейді, әкеміз оны Балдыз дейтін. Жайнара. Ал енді мына сіз кенже қарындасымыз. Бақытгүл есімі. Үлкен апайымыздың балаларының бәрі осында ертең тойда болады. Мұнда осы үлкен қызы құдалықта отыр. Міне Өскеменден келіп отыр. Жадыра. Әне как раз келіні де кіріп келе жатыр. Осы Бақыт апайымыздың келіні. Жарқын ұлы мұна екеуі. Міне кіріп келе жатыр. Жарқын ұлы, Айгерім келіні. Ал енді мына ортаншы бауырымыздың ұлы мен келіні. Бұлдың аты Ренат, Зухра. Бас құдамыздың балаларын таныстырып қойын. Енді бұл жерде әселді тұңғышы, сіздер келін қылып отырсыздар. Одан кейінгі
Айзере. Осы үлкен. Ұлдардан Расул. Енді міне кенже қызым қалар. Бұл қыз атаман қызым қа деген. Айару аты. Айдай Айару. Бұл кісі ең басты қонақ. Бұл кісіні мен Қожақұл деймін. Біздің әкемізге тартып дүниеге келген нақ Қожақұл. Есімі Рахман. Енді менің құдаларым бар, және кірді. Еркінбек құда, Кенжегүл құдағи. Аз кіреді ол кісілер. Және ғана неден түсті да міне киініп жатыр. Бол аға. Енді қазір кірген кезде шапалақ соғамыз деп отыр ғой. Ал құрметті ағайын, осы ардақты 1000 жылдық құдаларымызға, төріміздің көркі болған аяулы құдаларымызға тағы бір қошемет аямаңыз. Ал Берекет аға, сіз жақтан микрофон кімге берейін? Ал көбеккеніңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті құдаларым, құдағилар. Қадамдарыңыз оң болсын. Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Жақсы орналастыңдар. Ал енді бүгін таныстырып өтейін. Мына бүгін Айғарыдағы Шағырағы жолдыста әкеміздің аты Шахидзада, шын есімі. Жолдасы Рахима, Рая деп кетті міне. Құдағиларыңыз білесіз. Міне отыр. Үлкен баласы Серік деген ол енді келемет, ауылға больницада жатыр. Содан кейінгі апамыз Өрік, Қызыл Өрік. Жездеміз Едіге. Ол да кіші жүз Алтынбай. Біздің енді руымызды білесіздер. Әлім біз Алтадары. Ал үшіншісі менмін Берік деген. Көрдіңіздер ме? Менің жолдасым міне Баян Жағалбайлы, Ақтөбелік. Менен кейін, міне қарындасым Эльмира. Осыдан кейін бар сіздердің мына құдаларыңыз дүниеге келді. Менен биігі, менің бойымды алып қойған. Содан кейін мына жолдасы білесіздер құдағайларыңыз. Осыдан кейін міне Азатгүл деген кеше айтты. Міне Азатгүл деген қарындасым, мына қызы Алина. Енді осы шаңырақтың ең кенжесі Амангелді би келді, егіз, бірақ біреуі келмей қалды, туыстарымен. Мынау би келді деген. Ең кенжесі ішімізде келді. Ал енді, ойбай, Енімді ұмытып кетіп, кешек алып барған. Қараған. Мынау келініміз. Кеше көріп білесіздер. Ең жақсы көретін келінім. Қалды ғой, енді Серік қайда? Әке, өз жағындың. Ал енді ассалаумағалейкум құрметті қонақтар. Бүгін сіздермен танысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Кеше бастап келген кісілермен таныстық, дастархандас болдық. Ал енді сіздермен бүгін қалғандарыңызбен де танысып жатырмыз. Қош келдіңіздер. Тойға ұласып, ұзағынан болсын. Ек жас бақытты болсын. Енді мен ары қарай өзіміз жаңа Берік құда өз әулетін таныстырды. Енді нағашы жағы мен таныстырайын. Нағашы жағы мына құдағиларыңыз орынша өзімнен кейінгі қарындасым ғой. Өзім туған қарындасым. Бірақ енді мұнда ең үлкен, осы жерде ең үлкен анамыз бақыттылы деген
анамыз есім. Енді ары қарай Жәмбиева апамыз мамамның анамыздың туған сіңлісі Қызылордадан келіп жатыр. Нұрман аға біздің Жәмбиева апамыздың жолдасы, жан жары. Мында кешіріңіздер енді. Мына жақта енді Құралай апам. Бұл біздің папамыздың, әкеміздің иманды болсын, қайтыс болып кетті ол кісі. Сол кісінің әкесі Оңталап ағам, ол кісі де иманды болсын. Оңталап ағамның жан жары. Жеңгеміздің апам. Құралай, айтпадың ба не? Құралай апа. Енді ары қарай жалғастыра берейін. Мына кісі міне алдында. Бұл папамыздың інісі Игілік. Қасында жеңгеміз Гүлжан. Енді өзім серік осы үлкен тұңғышымын мен. Жолдасым Айгүл. Бері қарай енді. Қасында жолдасы Эльмира. Ең кенже қарындасым Еранкүл. Жолдасы Арсен. Одан кейін кешірім сұраймын. Мына жақта қонақтарды айту керек еді бірінші. Индира қарындасым, жаңа Құралай апамның қызы. Кенес Индираның жары. Ақтөбеден келіп жатыр. Кішкене ұмытқан жоқ мынау деймін, болды ба? Ал енді осы дастарханның басында осы жерде отырғандарды таныстырды. Енді ары қарай микрофонды асабаға берейін. Нұрболат Серікұлы. Ал енді құрметті ағайын, алдарыңызда қастан асықпай алып отырыңыздар. Мына ән көңілдің ажары, ән көңілдің базары, тойын әнсіз өткізбес қаскелеңнің қазағы дейді. Осы ардақты батырлар мен ақындарының мекенінде, осы аяулы Үшқоңырдың етегінде кереметтей екі елдің басы қосылып жатыр. Ендеше осы ардақты әніміз сіздерге арналады. Қабыл алыңыздар. Мына қазақ айтады ғой, бектер кетсе ел қалар, береке кетсе мен қалар. Бектер кетсе ел қалар, бетеге кетсе бел қалар, берекең кетсе нен қалар дейді. Осы ең бастысы Қазақстанның әр бұрышынан басымызды қостырып жүретін, берекеден айырмасын. Осы әніміз сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Берекелі жаңағы ардақты құдаларымызға қошемет аямаңыздар берекелі. Ал енді құрметті құда-құдағилар, өз жолдасылар таныстап кетейін. Сәл кешіп кетеді. Айнура? Кешіп келген үш адам, Айнура деген жез кластасың. Осы Алматыда тұрады. Одан кейін Замилбек, менің жан досым, Астанадан келіп отыр. Оны жары Мұндыз аяш деп алтынды қағасың. Ал енді қош келдіңдер. Бәрекелді, құдаларымызға бір қошемет аямаңыздар, құрметті ағайын. Бүгін кереметтей кешімізге келіп отырған. Ал әнімізді қабыл алыңыздар. Қасында мұның іздеген
Аллаға шапалақтарыңызды енді соға беріңіздер. Және мына кісілер қашан соғамыз, құда-құдағи қашан келеді деп, подождите деп ұстап тұрғанбыз. Ал енді бәрекелді, құрметті құдалар, қош келдіңіздер, төрімізден түспеңіздер, мерейімізді үстеңіздер дейміз. Ал енді ардақты ақ тілегімізді алып анадан туады дейді. Шежіре тілді шешенде, ел бастаған көсемде барлығы алып анадан туады. Бүгін міне осы берекет ағамыз орныша жеңгеміз керемет қуанып жатыр десек, ол кісілердің де бекер қуанып жатқан осы жерде алтын құрсақты аналарымыз бар. Сол кісілердің тілегін тыңдасақ бәрекелді. Ал аға. Ал құдалар адамдарға енді кеше біразымен таныстық, енді бүгін біразымен танысып жатырмыз. Берекеттің орыншаның қызығына ортақтасқандарың құтты болсын, төрден орын алған орындарың баянды болсын. Той қыласын, балалардың бақытты болсын, дендері сау, оттарының басы аман болсын. Енді не айтамыз? Жақсылықтың барлығы осы екі баланың басында болсын. Құдайға шүкір, бұған да жеткенімізге шүкір дейміз. Ауырып сырқап жүрсек те, сүйретіліп әйтеуір келдік. Біз қолымыздан не келеді тек осындай отырып алып, сөйлеген болмаса басқа ештеңе де келмейді. Тілектеспіз барлықтарыңа. Бар осында отырған азаматшалардың оттарының басында ылғи жақсылық болсын. Тілектеріңді білдіріп, ниеттеріңменен келіп жатырсыңдар берекетпен орыншаның тойына. Рахмет балдар. Алла сыйласын. Балдарының бақыты ашылып, дендері сау болып, оттарының басында ылғи ғана қуаныш болсын, той қыласын. Ал енді құрметті ағайын, міне берекет аяулы азаматты өмірге келген ардақты Арай апамыз тілек айтып жатса, келесі орынша жеңгеміздің өмірге келген алтын құрсақты, ұлағатты ұстаз, Қаскелең қаласының ең сұлу әжесі бақытты демізге. Берекетпенен орыншаның қуанышына келіп отырған, жан-жақтан жиналып отырған ағайын туғандар, бауырлар, қонақтар. Қош келіпсіздер бәрлеріңізге де бар дендеріңізге саулық тілеймін, отбастарыңызға амандық тілеймін. Қаншама жерден келіп отырсыздар анау кеңес индирасыменен, мынау мен сіңілім Нұрман күйін болам, жүрәмдейбісіменен, мына құралайын неше күннен бері қасымда жатыр. Қош қанатым, біреуі мынау құралайын, екінші мына игілігім, Гүлжан. Ал енді мынау келіп атқан құдалар, қош келіпсіздер. Адамдарыңыз сәтті болсын. Қазақтың құда болғаны қан болған дейді. Қан болып төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Алла тағала екі бала бақытты болып, екі жаққа адал қызмет жасап, әрқашан жолдары ақ болып, денсаулықтары нықты болып, бақытты болып, барлық жақсылықты өмірдің сол балдарыма тілеймін. Сол балдардың ата-аналар, айналайын мына келіп жатқан жаңа құдалар, кімнің берекеттің бауыздау құдасы құдағи дейді. Екеулеріңіздің әруақтарыңыздың алдында, тараба әруақтарының алдында басымды иемін, иіліп тұрып. Бізге тәрбиелеп, жеткізіп, жеткізіп, бәрін үйретіп, Нұрбекке қосылуға рұқсат беріп жатқан сіздердің алдарыңызда. Сіздердің бәрлеріңіздің алдарыңда әруақтарыңыз жар болып әрқашан қолдап жатсын, солардың алдында басымды иіп, сол әруақтар желеп жатсын деп тілеймін. Той құтты болсын, той-тойға ұласын жаңа айтылған. Барлық жақ көңілді жақсы отырып, әдебін өткізуге соны қана тілеймін сіздерден. Тағы құтты болсын бәрлеріңізден. Қалай бәрекелді. Ал жақтағы ән. Әніңіз көреді ғой. Мен әнді әуелі Рай айтады. Рай айтпаса мен айта алмаймын әнді.
екеуміз байланысымыз. Раяның әні бар. Бәрекелді. Құрметті ағайын міне. Рая қайда? Ал. Екі микрофон. Құдағилар, мына туған туысқандар, алып анадан туады дейді. Сондықтан мына Рая даудың дұрыстап алғанға дейін бәріміз қосылып ана туралы бір ән айтсақ. Қосыласыздар ғой? Ал кеттік ана. Әлемнің жарығын сыйладың сені маған, даланың әр гүлін жинадың сені маған, сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арналған. Ал қосылыңыздар. Ал осыған риза болыңыздар, ананың аруақтары. Көп рахмет. Құрметті ағайын, көрдіңіздер, Рая апам, Бақыт апамның құдағиы, әрі құрбысы, екеуі ән салғанда біргісі, әрқашанда келіп жүріп бірге тұрғысы, келіп жүріп бірге жүргісі деп бүгін мінекей керемет бірлікте қуаныштан жүректері бірлікте дүгілдеп тұрған қос анамызға тағы бір қошемет аямаңыздар бәрекелді. Былтыр өткен жылдар болса Бақыт апамның юбилейі болған, сол кезде Серік ағам айтқан, бірге жұмыс жасаймыз, әй бауырым, анам юбилейді түзейін деп отыр, қандай подарка сыйласақ болады? Екеумізде музыкантпыз ғой, сонымен екеуміз біреуміз гитарамызды, біреуміз домбырамызды құшақтап отырып, Жанана деген ән жазған болатынбыз. Сол әнді осы ардақты аналарымыздың қуанышында, орталарымызда, осы Алматы қаласындағы жас әншілер байқауында 2024 жылғы дәстүрлі ән байқауының лауреаты Мырзабек балаларымыз келіп отыр. Осы жігітке аттай қалап, Сек ағамның анасының тойында осы Жанана әнді бір әдемілеп айтып берші деп отырмын. Тұсауында сіздердің алдарыңызда кесейік деп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Жан әні бәрекелді. Берген, өмір берген, тәлім берген, аналар баласы үшін бәрін берген. Әнімді қабыл алшы жаным анам, ботаңмын томпан қағып жаным dergen. Asılım cananım, bağıma bağlanam, elimde sizdey can kay жерден табалım. Әлдилеп тербеттің жаныңда ер жеттім, бейреңге тең келме шуаға жер көктім. Жерден табалым, әлдилеп тербеттің жаныңда ер жеттім, бейреңге тең келме шуаға жер көктім.
Алмазат дейді ана би. Ертең бидің қызы дейді, сені барған жерің сынауы мүмкін. Сонда балам, сені осы елден не әкетіп бара жатсың, не әкелесің деген кезде қыз әкесін айтқан екен. Әке, мен осы жерден ар намыс тәрбиені әкетіп бара жатырмын. Ал әкелген кезде абыройды әкелем ғой деген екен. Сондықтан әсел қыздарыңыз әрқашанда сіздердің шаңырақтарыңызға төркіндеп келгенде абырой арқалап келетін болсын, құрметті ағайын. Осындай керемет ұлағатты ұстаздарымыз, аналарымыз ақ батасын жалғап жатса, келесі бір берекенің көшін бастап келген, бізді мақтап келген, құдалықтың мың жылдығын ақтап келген ардақты төрімізде отырған құдаларымызға тілек бергім келіп отыр. Құрметті ағайын, ендеше ардақты көкелеріміз бастайды отырымызда. Қойшын қауым, әлеумет. Осы аптаның басынан бері қарай көп қуаныш той болып жатыр. Алланың қалауымен, пайғамбардың сүннетімен баламызға сырға салып сіздер келдіңіздер. Жақсы жаман болсын күтіп алдық. Ал қадіріміздің келгенше жайылып жастық, иіліп төсек болдық. Енді Алла қалап бүгін міне сіздерді шаңырақтарыңызға аттап отырмыз. Балалардың көтерген шаңырағы биік, босағасы берік болсын. Өз құрбыларының алды болсын. Атана, атасы, апасы баласының өскенін білмей қалады екен. Біз осы уақытқа дейін әселімізді бала санап келдік. Міне бүгін сіздердің шаңырақтарыңызға келіп, келін атана болды. Қазақ айтады, қыз өрсің, ұл ырысың дейді. Сондықтан міне сіздердің ырыстарыңыз асып төгіліп жатыр. Біздің өрісіміздің кеңейгенінің куәсі міне сонау Астанадан, анау Абай облысынан міне сіздерге қалқамаға келіп отыр. Барлықтарыңызға осы қуаныш тілейміз, қуанышқа ұласын, балалар бақытты болсын. Рахмет. Рахмет, қошеметтеріңізбен аяулы атамызға ал атажан бастауы. Бүгінгі міне қуаныштарыңызға ортақ бұл сіздердің қуаныштарыңыз енді жақсы болып жатыр, біліп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Біз балаларымыздың екеуі болғанына қызымыздың жолы болсын деп жатырмыз. Көптеген тілектер айтылып жатыр. Балаларымыз бақытты болсын, керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Мына үлкен алдымыздағы үлкен құда-құдағилар сіздерге амандық тілейін, дендеріңіз сау аман болып, осы балалардың қызығын көріп, немере сүйіп, немереден шөбере сүйіп, ауырмай сырқамай, осындай той-думанның арасында біздің арамызда ойлап жүре беріңіздер. Елдеріңіз аман болсын. Ал енді қадамдарың құтты болсын ағайындарым. О жақтан келіп жатқан сіздердің де. Бәрілеріңе денсаулық тілеймін. Қойшын қауым, ағыттарыңызға, қадамдарыңызға болсын. Алланың әміріменен тауайланбай тасайланады дейді. Мүмкін біздің өткен ата-бабаларымыз да осы құдалықтарымыз өтіп жатқан шығар ел арасында. Міне бүгін ұрпақтарымыз жалғастырып жатыр. Шаңырақтарыңызға әкеп әлпештеп баққан ақ құсымызды сіздерге бақ құсы қондырып отырмыз. Алда сол бақ құсы болсын. Дендері сау болып, Нұрбек пен Әсем екеуі сіздерге қызығын көрсетсін. Ата-ана сол балалардың қызығын көрсем дейді. Адам өзі жасамайды, сол баламенен мың жасайды. Ұрпақпен жасайды. Ұрпақтың арқасында осындай жалғастар өтіп жатыр. Тойларымыз құтты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын, өздеріңіз айтып жатырсыздар. Өрісіміз кеңдіктер, сол кеңдегі өрісіміз әрқашан табылмасын. Екі баламыз бақытты болсын. Құдағиларым неке 80-ге серпілдеп отырмыз
сіздер немере шөберенің қызығын көріп жатырсыздар, әлі де көре беріңіздер. Көре беріңіздер. Мына бас болса үйленген екі баламыз, бас болса қасы бет болсын, шаңырағы биік болсын, үйір басқан ноқта болса, атасы басқан осы балалар болсын жатыр сонша жерден бізді сіздермен құда болып. Енді әселіміз бақытты болсын. Барған жерінде балдай барды судай сынсын. Алды сіздерге, арты бізге құт болсын. Не деймін, ең бірінші денсаулық, деніңіз сау болсын. Құдаларымыз мың жылдық болып сізбіз болып, екі ортада құдалар бірін-бірі сыйлап жүре берейік. Одан басқа не етпейді. Тек балаларымыз бақытты болса болды. Ал енді құрметті ағайын, бүгін біз ән айтамыз, сән құрамыз, той думанын сізбен дәстүрлі әнші екен, сондықтан ортамызға сар домбыраны алдырамыз. Шапалақ соғамыз ба ағайын? Ән айтатын адамның күлісінен белгілі, билейтін адамның жүрісінен белгілі дейді. Сек ағам билейтіні көрініп тұр. Ал, ардақты апа, құдағи, сіздер домбыра келіп тұрмыз. Ішімде алғашым тай секілді аюгай, соны қылып бағашым ай секілді аюгай. Өлер айтқым келмейді-ау еріңдемде аюгай, ойым ой сақтақтарды-ау керілгенде аюгай. Тапқандай қуаданым аюгай, қас келемде құдалар көрінгенде аюгай. Жаз қышында алғашым тай секілді аюгай, оны қылып бағашым ай секілді аюгай. Ұлықтаймын ендеше, ұлықтаймын аюгай, ойға жарасар тірліктай жөн аюгай. Бала менен балалар қосылғасын аюгай, той жасапсыз дегілі қызықпаймын аюгай. Жалқы ішінде алғашым тай секілді аюгай, оны ұлып балашым ай секілді аюгай. Бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, апамыз Ақбұлақтай ағылама, дауысын бұл қаскелең сағынама. Апамыз айтысқалы тұрған ұстай духы бар, бірер құда табылама. Абайдың елінен кеп ән сап тұрған әжеме Жамбылдың жерінен жауап беретін білеркек жоқ па? Апам айтыспаса күресейік деп қояды. Бүгін Берекет ағамыз бен Мәкен құдамызға қарасақ, бір ауылдың түлеп ұшқан жастарына ұқсайды екен. Ендеше, осы сіздердің құрметтеріңізге бір ән салайық. Ортадан кетпей билеңіздер, құрметті ағайын.
Бәрекелді, баршаларыңыз рахмет. Дастархан басына жайғаса, құрметті қонақтар, әдемі тілектер, әдемі билер осылай жалғасып жатады. Өлеңді қайда айтамын, денсаулығым шамалы сыр беріп отыр, содан қорқа соқпай мен кешірерсіңдер кемшілігі болса. Жүз жасаңыз апасы, жүз жасаңыз. Жіберін. Маусым мамырай болғанда, маусым мамырай қой, малқылықтамай су ішер, абыр-сабыр-ай қоғалай, қоңыр салқын-ай малғажай. Көз беткейлің-ай ендеше, көз беткейлің-ай қой, көз беткейлің-ай жаз бойы, мал кетпейлің-ай қоғалай, қоңыр салқын-ой малғажай. Қоғалай, қоңыр салқын-ой малғажай. Аяғыдағайым, сол далада шәкен мал бағып жүргенде, сол барып екеуі танысыпты. Сондағы айтқан әндер екен. Соны әдейді сіздерге сыйлап жатырмын екен. Қателеспеңіз, менің әкем еш уақытта мал баққаным жоқ. Бәрекелді, дұрыс айтасыз. Мал баққан жоқ, просто шетінде жүріп қарап жүрген десеңіз. Рахмет, енді құрметті ағайын, жақсы ғой көсегенің көптегені, жақсы ғой берекенің кетпегені. Қай қазақтың үйінде қонақ болсаң, алдымен қойын сойып ет береді. Келіні қазанына ет салып жатса, деп мақтайды, мынау неткен тектен еді. Үйімізге сақтаған бір жамбасың, біле білсең бір әулетке бет береді. Осындай дастарханның көркі болған ортамызға төрі табақ ет келеді. Қабыл алыңыздар, бәрекелді. сұрадым, ендеше қолды жаяй. Осы үйге үлкен бақ берсін. Өмірі ұзақ жас берсін. Жаманшылық ешбір болмасын. Пейілмен көңіл орнасын. Қарт пенен сәби тоңбасын. Bir Allah bizi қолдасын. Алыс пен жақын арасын, Құда деп жолды саласын. Бақытты болса балалар, бақыттан сонан бақыт табар, адамнан бақыт табарсын. Әумин айтқаныңыз келсін, бәрекелді. Құрметті ағайын, алдарыңызда қасынан асық қоя алып отырыңыздар. Біз ақ тілектерімізді жалғастыра отырмыз. Нұрым ағамыз отыр ортамызда, сол кісі бүгінгі ақ дастарханға ақ қадамын аттап жатқан құрметті құдаларға еміреніп тұрып айтар, тебіреніп тұрып айтар екі ауыз тілегі болса, аға сізге микрофон берейін, бәрекелді. Қош келдіңіздер демекпін. Мынау келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мінекей екі жастың арқасында сіздермен танысып, білісіп жатқаныма өте қуаныштымын. Таныстығымыз 1000 жылдық болсын демекпін. Мынау енді балдар екі баламыз бақытты болсын, тату-тәтті өмір сүрсін деп бәріміз осы тілектес болып келіп жатырмыз осы жерге. Мен сіздермен танысқаныма тағы да айтам, қуаныштымын. Мен өзім Қызылорда қаласынан келіп отырмын. Осы тойға қатысып, руым қыпшақ. Мынау тойларым екі жақта той бірден ғой. Тойларымыздың барлығымызды тойларымыз той боласын. Балдар бақытты болсын, қыз өріс дейді.
Өсін жай мінекей екі елдің ортасына алтын көпір салып мінекей құдалы жекжат болып жатырмыз. Сол құдалы жекжатымыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Сіздердің ауылында да той көп болсын, біздің ауылда да той көп болсын, көретініміз той болсын, балдарымыз аман болсын. Рахмет. Ал бәрекелді, осы ағамыздың жанында бір кетпеген, жағасын кірлетпеген аяулы апамыз да келіп отыр бірге сол қасиетті сыр елінен. Ал, келесі микрофон сізге. Рахмет. Құрметті құдалар, мынау келіп жатырған апаларыңыз оң болсын, тойларыңыз тойғыласын. Ана айтып жатырсыздар, қуаныштың ешетіп тілектер апағаты болсын. Рай апа, мынау сіздің бүгін Бақыт апа екеуіңе де ортақ. Ана құда менен құдағайға да ортақ. Құдай қаласа Алла денсаушылық беріп сіздерге. Келесі бас қосуымыз осы балалардың көпелі болып, сіздердің немере шөбере көруіңе жассын. Аман болыңыздар, дастархандарыңыз мол болсын, тойларыңыз тойғылар. Әр уақытта жақсылықта басымыз құдалар кездесе берейік. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Мінекей ортамызда Иген ағамыз отыр. Бірақ енді апамыздың жолын көрсіз. Енді жеңге болады ғой. Сондықтан ал апа. Құда жекжат. Неше күннен бері сіздермен бірге болып, бір көрген біліс, екі көрген таныс, үш көрген туыс деп, жүздеріңіз жып-жылы болып, біздің өзіміздің туысқанымыздай болып кеттіңдер. Алла мына қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз тағы құтты болсын, мың жылдық құдалықтарыңыз жалғаса берсін. Осы екі баланың арқасында бас қосып жатырмыз. Балдардың бақыты баянды болсын, өмір жастары ұзақ болып, келген жерін көгертіп көркейтетін жақсы бір келін болсын. Орынша берекет айналайын, жеңше тойларын тойға ұласып, той жалғаса берсін. Нұрбек үйленсе, келесі жылы Айбек үйленсін. Біз тойға келуге шаршамаймыз, жүре береміз. Осы қызылордамен екі ортаның жолы болып, Алла қызықтарын, қуаныштарын ұзағынан болып, балдарыңның қызығын көріп, қуанышын өстіп, жан-жағыңменен, бауырларыңменен, құда жекжаттарыңменен тойлап аман-есен жүре беріңдер. Құдалар, сапарларың сәтті болсын. Қайда жүрсеңдер осындай жақсылықта аман-есен бастарын қауыша берсін. Рахмет. Ал енді бүгін кереметті кештің нағыз әншісі Иген ағама микрофон берейін. Құдалар келген қадағыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, отқарын басы аман болсын. Тойларын тойға болса берсін. Екі жас бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болып, 9-9 күнде шырылдаған нәрестенің дауысын естейік. Алла соған әсер етсін. Барлық жақсылық тілеймін. Тойларын тойласын. Әр уақытта тек осындай тойымыз ұзағынан болсын. Қайсырадан келіп жатқан біздің құрметті құдаларымыз, аман-есен келіп, құтты қадам болып, біздерге осы берекеттің отбасына үлкен жақсы қуанышты болсын. Кеше әселімізді үйімізге кіргізіп, басына орамал салып, көңілімізді бірлеп, үйімізге барып, деп әдемі ұқтадық, демалып кеттік. Сондай сіздерде аман-есен осы тойларды өткізіп, Әселжанның қасындағы несімен Нұрбегімен екеуінің әдемі өмір, екеуінің бақыттылығын кескінін көріп, сіздерде тойды аман-есен өткізіп, елдеріңізге аман жетулеріңе тілектеспіз. Келіп жатқан қадамдарың құт болсын, отбасыларың аман болсын, ұзағынан берсін. Ал бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, алдарыңызда астан асып қой алып отырыңыздар. Қазір осы Нұрбектің нағашылары тілек айтып жатыр бұл жерде, мен білгенде. Сондықтан нағашыларының атынан қазір осы Серік ағамыз бір ән салатын болады. Асықпай
алдарыңыздағы аспаннан қараған жүйрік айдатқан, ақсарбасын байлатқан, құдалықтың белдігін мықтап буынған, ақ шәрбәтіне жуынған, құдалықтың орны бір бөлек. Ендеше бүгінгі құдайындай сыйлап, баршаларыңызды жинап, осы жерде керемет ақ дастарханын жайып, көңілі байып, ақ түйенің қарын жарып атқан аяулы ағаларымыздың бір мақтанайық деп емес, сіздерден мақтабайық деп, ақ тілектерді ақтарайық деп, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли, сол тілектерімізді ортаға бөлісейік деп жиналып атқан жайымыз бар. Енді және де құдаларымызға кереметтей тілектің кезегі келген секілді. Мен анамның қолы аяғы болдым. Анасындай болады, әкесі емеспін. Қонақтар, құдалар, құдалық 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын, тойларыңыз құтты болсын. Біріншіден енді мына Ақсып бауырыма рахмет айтқым келеді, осы сымбаттай келін алғанына, жар таңдағанына 1000 рахмет. Екіншіден сымбатыма рахмет. Алдымнан көлденең өткен жоқ. Менің 3 келінім бар өзі. Әкемнің 3 келіні, менің 3 келінім болды. Атамның үшін мен анамның қолы аяғы болды. Осылардың бәрін түсірген менмін. Сымбатыма 1000 рахмет. Әсердей қыз тауып берді келіне. 5 бала асырап, тәрбиелеп жеткізіп отырғанына, Рыскелді әулетін көбейтіп отырғанына 1000 алғыс айтам. Әселім енді ата-анамның қолында дүниеге келді. Асылбек бауырым кенже болғандықтан, анам марқұм ерте қайтыс болды. Әселді қатты санатын. Кішкентайынан өзі даже сымат бір жерге келсе, алыққа бағатын. Ол кісінің денсаулығы болмады. Мен айтсам, не қыласың мама? Берсеңші өздеріне десем, жоқ деп, ерте кететінін сезді ма? Әселді менің әкем де, анам да қатты жақсы көрді. Ал енді әселіміз өте инабалы, ибатты, тәрбиелі болып өсті. Енді мынандай сыматындай келіннен туған бала сіздерге жаман келін болмайды деп ойламаймын. Мен оған 150% сенімдімін. Әселім ерте еңбекке араласты. Артынан 4 бауыр сіңілдер бар, олардың бәрін қарасты. Үй шаруашылығына, бәрі соның ойында болды. Өйткені сымбаттың бұлардың бизнесі бар, көп үйде болған жоқ. Сондықтан енді әселім сіздерге жақсы келін болады деп сенімдімін. Енді Нұрбек екеу бақытты болсын, ағалары берік болсын, шаңырақтары биік, бір үлкен жақсы семья болсын. Міне өзінің апасын, ағаш апасы отырған сол кісілердің жолын беріп, тура сол кісілерде үлкен ата-ана болсын екеуі. Солардың қуанышының ортасында біз қызықтап жүре берейік. Ылғи жақсылық болсын. Бәрекелді, ардақты Бақыт ханымға бір қошемет аямаңыздар, құрметті ағайын. Мінекей көріп отырсыздар, біздің аяулы үлкен құдағиымыздың қол аяғымын деп отыр. Сондықтан да Бақыт әдемізді көріп, құдағиды көрдім деп қошемет сұрсаңыздар болады. Ал, келесі ардақты апайымыз. Қайырлы күн, қонақтар. Көрмеген, білмеген жерімізге аяғымызды басып, осы Нұрбек пен әселіміздің арқасында жер көріп, ел көріп жатырмыз. Бүгін екі жақтың апайлар, бөтен адам жиналған жоқ осы жерде. Екі жақтың апайлары, ағалары, құда-құдағилары бір-бірімізбен танысып, білісіп, өрісіміз кеңейіп жатыр. Неше күн болды ме той-тойлап жатырмыз. Осы ұзағынан болсын. Осы үйге әселіміз құт береке әкелсін. Ақылды, ибалы, инабатты келін болсын. Осы құда-құдағидың ұрпағын көбейтіп, үлкен қара шаңырақ иесі атансын. Босағалары берік боп, шаңырақтары биік боп, неше күн айтылып жатқан тілектер қабыл болсын. Үлкендеріміз аман болсын. Осылай төрімізде отырып, қуаныштарымызды қызықтап, аман есен жүре беріңіздер. Не айтамын енді? Денсаулық болсын бірінші. Осы отырғанымыздың бәрі денсаулықтың арқасында осылай
сонау мен өзім Семейде тұрамын, Сымбат апайым. Сонау жақтан келіп жатырмыз. Міне әке шешем анау Семейден ары Үржар ауданында тұрады. Семейден ары қарай 500 шақырым. Соның бәріне денсаулықтың арқасы. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, тек қуанышта, жақсылықта кездесейік. 9 ай 9 күннен кейін осы үйге қалта келек, дорба келек. Сол бәрі жақсылық болсын, қуанышымыз жағынан болсын. Ал енді бағаналар көріп болсыңдар. Әлем еді. Бірінші айтайын дегенім, мына кешеге түскен келіндеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын, жастардың бақыты баянды болсын. Сіздердің қызметтеріңізде болатындай азамат пен азаматшылар болсын, мына өмірлері ұзақ болсын, ол кісілерге мына ортада отырған үлкендердің жолын берсін. Қариясы бар, қазыналы болады дейді. Мынадар қазыналы екенсіздер, үлкен қарияларыңыз бар екен. Сіздердің дендеріңіз сау болсын, аман сау болыңыздар, тойларыңыз тола берсін. Мен қуанып жатырмын, нағашыларыма келдім деп. Кеше орталарыңызда Астанаға барған кезде бір шпион болды. Райманның қызы. Шіркін ол кісінің бүйрегі бұрып тұрды ғой. Мен де бүйрегім бұрып тұр, нағашыларыма келдім деп. Құдамыз деп сыйласақ та болады, жиен келді деп еркелесеңіздер де болады. Негізгі ортамызда сыйластық болсын, тойларыңыз және құтты болсын. Айтады десеңіздер қосып қойыңыздар бар. Сіз по-любому айтасыз, қарсысыз. Айтудан шаршамайыз. Бұл ән айтып, би билеу, бұл әрине мынау екі жастың құрметіне не айтсақ та жарасады. Құрметті тойшыл қауым, міне атам қазақ айтады ғой, 40 күн ойын, 40 күн той деп. Міне Астананы дүркіретіп, тойлап, қызымызды ұзатып, сырғасын салып, Қаскелең еліне келіп, түсіріп, қадамын бастырып, міне қуанышқа бөленіп жатырсыздар. Біз енді жаңа айтып жатырсыздар ғой, Ырысқали әулетінен құдалары деп, не осы 5 жан болатын болса, 3 ұл, 2 қыз, солардың құдаларының атынан келіп тұрмыз біз енді. Бір себептермен келе алмай қалды. Міне біз Бақытжан құдаларымыздың құдаларымыз боламыз. Ол кісінің тағы бір құдасы бар, Жезқазғанда. Ол мектеп директоры болғандықтан өздеріңіз білесіздер, жылдың соңы қиын ғой уақыт. Жолдасы да мұғалім, сондықтан келе алмады. Ал Бақытбек құдаларыңыздың жұмысынан жауап бере алмай, жақында қызым да ұзақ қалып отыр ол кісілерде. Сонымен ол кісілер де келе алмай қалды. Бақыт апамыздың да бір себептермен құдалары келе алмай қалды. Енді солардың атынан бізде келіп отырмыз енді. Біз Ырысқали әулетінің құдаларымыз деп. Біріншіден, бір көрген, біліс, екі көрген, таныс деп, мынау жүздеріңіз жылы деп өткенде қарсы алып, көрген кезде бір бауырдай болып, алдымыздан жүгіріп шығып қарсы алып жатырсыздар. Ұзағынан болсын. Көргенде құда, 1000 жылдық деп жайдан жай айтылмайды. Көргенде құда деп қауышып, құшағымызды ала жүгірейік. Екі жастың құрметіне тату тәтті болайық. Осы сүйсіндірген әрбір көңіл күйіміз шаттыққа бөлене берсін. Осы жайылған құдаларға деген атап жайылған дастархандарыңыз берекелі болсын, ынтымаққа жайылсын, бірлікке жайылсын, татулыққа жайыла берсін. Жаңа айтып жатыр ғой құдаларымыз. Келесі жылы Алла амандығын берсе, дорбамызды арқалап, сәбидің дауысын естіп, сіздердің үйіңізге бөбек тойына келейік, шілдехана бесік тойға келейік дегенде Аллам қабыл етсін. Жастар бақытты болып, үйіңізде тек қана тойлар болсын. Өзіміздің тойымыз, сіздің біздің ортадағы той, көңілімізді көтеріп бір-бірімізді құрметтеп, сыйлап, жастардың құрметіне бөленіп жүре білейік. Рахмет сіздерге. Алғыс алғыс ән айтып.
Құралай ханымға. Сайыңыздар. Рахмет. Алдыңғы бірінші болып айтқан апамызға да призіміз бар еді. Приз салған машина кетіп қалды. Біз кішкене үлгермей қалдық та. Бірінші өлең айтқан апамызға да призіміз бар. Бәсе баған апам айтады, приз салған машина қайда деп қойды. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Құрметті ағайын, көрдіңіздер қандай керемет. Той десе қуаныштан ту аласың, ағайын алып жатыр сыбағасын. Осындай ән салғанда шапан жапса, бір-ақ мініп қайтқандай қуанасың дейді. Bir қошемет соғып қойыңыздар бәрекелді. Рахмет. Қазақтың үш биіндей болып төрімізде тұрған ардақты екі ағамыз бар. Неге аяулы жеңгеміз бар. Сол кісілерден бір тілек. Тойларымыз құтты болсын. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Енді осы екі баламыз бақытты болып, осыларының қызығына тоймай жүре берейік. Барлықтарыңыз осында тұрған денсаулық, сенелерімізді бақыт, ашаларыңыз кәсібілдерге жассын Алла. Осындай сіздердің шаңырақтарыңызда осындай ағы тода әрқашан той бола берсін. Тек жақсылық болсын, екі баламыз бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, ағалар. Енді міне той құтты болсын. Тек жақсылықта кездесейік. Екі жас бақытты болсын. Ақжаулықты аналарымыз аман болсын. Мен сонау жақтан міне әке-шешеміз келіп жатыр. Мына кісі ағам менің туған. Сол кісілердің арқасында осындай жетістікке жетіп жатырмыз. Енді сол кісілер көп жасасын. Ағаларымыз апайларымыз аман болсын. Енді Әсел мен Нұрбектің тек кездегілер кең, керегелер кең болсын. Бір үлгілі семья болсын. Ұрпақтары көп болсын. Айтылып жатқан тілектің бәрі бір Алланың құлағына шалынсын. Рахмет. Құрметті құда-құдағилар, тойларыңыз құтты болсын. Нұрбек пен Әселіміз бақытты болсын, үлкен шаңырақ болсын, балапандары көп болсын, арамызда отырған үлкендеріміз аман болсын. Осындай қуаныш, жақсылық бәрілеріңіздің үйлеріңізге тілеймін. Аман болыңыздар. Ал бәрекелді, барлығымызды осында табыстырып, көңілімізді қабыстырып, келген құдаларды таныстырып, микрофонды алғаш қолын алған ең красавчық құдаларыңызға бір қошемет айырмаңыздар. Осындай оңылы болсын, тек жақсылыққа жайылсын. Мына қол ұстасқан балаларымыз бақытты болсын. Солардың несібесі арта берсін. Сіздердің міне егіз ұлдарыңыз бар екен, Айбек, Нұрбек деп, екеуі кірген кезде, күлімсіреп кірген кезде, мен әлі көздері есімде, көздерінен қарасаң ана кішкентай кезінде қандай болды білмеймін енді. Әлі представить ете алмай жатырмыз. Өте керемет екен, Айбек, Нұрбек. Осы егіздеріңіздің бағы жана берсін. Енді Нұрбек бастап сіздерге біздің бауырымыздың тұңғышы Әселді әкеп отыр ғой. Сол Әселіміз сіздерге егіз баладан осы сіздердің шаңыраққа әкеле берсін. Бәрі егізде бола берсін. Міне, қос әжесі қандай да? Қос әжесі баталарын беріп жатыр. Осы кісілердің де ақжаулықты аналарымыз төрде тұрған. Баталары қабыл болып, солардың қадамы одан сайын ұлғая берсін. Міне, нағашыларымыз отыр. Тарс жеп құда-құдайдан бұл кісі де баталық істі. Осы батаны біздің міне құдаларымыздан бастап берді. Біз осы кісіде батаны үйреніп жатырмыз. Шыны керек. Осы кісілердің де батасы дари берсін. Мына кісі міне жаңа таныстырып өттім ғой. Бұл кісі біздің шешеміздің үлкен сіңлісі бізге анамыздай болған. Міне өз ән шашуын арнап жатыр. Осы немерелерге деп біздің осы шешеміздің, әкеміздің аруағын сыйлаған адамдар міне. Осы кісілер осы біздің тойымызда отыр. Енді осылардың қадамы жана берсін. Мына сіздер бүгінде ақ дастархан жайып жатыр. Осы ақ дастархан үлкейіп отбасыларыңызға шаңыраққа шаттыққа толатын немерелер келе берсін. Мына бас құдамыз өзі біздің ұлдың кенжесі
осы біздің Ырыскелді әулетінің ішіндегі көп балалы ата-ана, осы бас құдамыз Нақысбек пен Сымбатымыз. Осылардың сіздерге деген бірінші құдалығы, бірінші тойы, сіздердікі де сол бірінші екен. Соларыңыз жалғасып, тойдан тойға ұласа берсін. Егізде балалар келе берсін. Осы құдалықтар жалғасып, жақсылыққа жалғаса берсін. Осы әр адамның тілеген тілектері сол қабыл бола берсін. Бәріміз шын керек осы балаларды ниеттен, осылар бақытын тапсын деген ниетпен келіп отырмыз. Соларым құдалық 1000 жылдық болып, күйеу 100 жылдық болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Аллаға келесі. Ал енді құрметті ағайын, жақсы әке баласына қат білгізеді, ағайынның қадырын жат білгізеді. Егіз немере тілеп жатсыз, ардақты құда тошна болса, берекет құда сізге керемет бір ат мінгізеді деп қошеміз Алла осы тілегімізді қабыл етіп енді тағымыңызды құр қоймасын құдай. Сіз ат мініп бассаңыз, тамада айтып еді деп, мен де бір шыққарлап береді шығарсыз деп дәмеліп тұрсаңыз әзірлеймін. Ал енді құрметті ағайын, осы кереметтен құдалардың тілегіне бағанағы осы бүгінгі Нұрбектің нағашысы Бауыржан ағамыз құдалардың құрметіне гитарамен бір ән салып берсен деп тұр. Бауыржан ағамыздың әнінен кейін тағы да керемет ән биіміз жалғастырамыз. Астанаға барғанда 2 ән дайындап барып ем, бір очередь тимей қалды дейді. Сол 2 әнді жұрт айтайын деп тұр Danışım gelin benim sizbin, aydınız atınız gün boladı. Danışıp görmegen doğrun kız bin. Oho, oho, oho. Benim adım neye gerek ayçı şaşıgın. Şaşıgın bir görgenge kaldınız mı? Meni şansıyım, meni şansıyım, meni şansıyım. Toxtanız soluğu su izleyin, tanısım geledi menin sizbin. Aydınız atınız kim boladı? Tanısıp görmegen doğrun kız bin. Toxtanız soluğu su izleyin, tanısım geledi menin sizbin. Aydınız atınız kim boladı? Tanısıp görmegen doğrun kız bin. Aho, aho. Geçirsem sağınarım, şahırsam şahınarım. Anaşımdır özümsün, tapınarım. Anaşım şalkıp gülsün, aldında uzak жүрсün. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Құдасы бар адамда
ешқашан қартаймайды. Ұшырған сұңқарыңмын, қияға шырқарыңмын, анашым сен ойласаң көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Құдасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, жаннауа сөзің деймін, анашым сен ойласаң көз ілмеймін. Анашым шалқып күлсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Құдасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ай, бәрекелді. Тағы бір шапан кетті-ау деймін, мәсін жүрсін орасам, я. Негізгі приз ғой, жартысын енді менің күйеуім айтты, жартысын сіз айттыңыз. Тағы башкім бөлеміз бе дейстейміз? Рахмет. Мынау сізге құда, галстогын және құдаға бердік, я. Ал енді құрметті ағай, мына ас адамның арқауы билеуінің тарқауы дейді. Кішкене мына жүріп жүргенімізге білінбейді, отырған адамдарға сәл кішкене қиналып жатқан шығарсыздар, уақытта болған шығар. Сондықтан бір билеп қайсақ қалай болады, құрметті құдалар, я. Мен неге айтпадым демеңіздер, екінші жасарғанда Құдай қаласа тағы да ақ тілектерді ақтыратын боламыз. Періштенің бірінші айтқан, соңғы айтқан қай тілекті қабыл болатынын бір Алла біледі. Сондықтан да барлық тілегіміз қабыл болсын. Енді төрімізде отырған аяулы нардай нағашылардан ас қайыру батасын сұрағым келіп отыр. Өмір берсең жақсылықтың төрін бер, қара жердің нәрін бер, асқар таудың сәлін бер, көк аспанның әрін бер. Қол жайып бәрі құда Аллаһынан сұраймын, осы отырған ағайынның тілегенінің бәрін бер. Әумин, айтқаныңыз келсін, бәрекелді. Ал енді құрметті ағайын, баршаларыңызды би алаңына шақырайық. Дегенде Балқия, құдаша билейікші кел бір
дия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия, есімім Ғалиша емес. Балқия, қолдаша билейікші келбір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Күздің жауын алар жанарың, мені ойбандырар сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Күздің жауын алар жанарың, мені ойбандырар сенің қалауың. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Ай, сүйе алмадым мен. Қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай ұнайын. Қалай қылайын, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Жақсы көрем сені, мен де баяғыдай, сұлусың ау жаным, сен де баяғыдай. Сүйемдіге сені ұялғаныммен, мөп-мөлдір көзіңді қиялдадым мен. Ай, сүйе алмадым мен. Қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай ұнайын. Қалай қылайын, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай ұнайын. Қалай қылайын, мен қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Қалай қылайын, қалай қылайын, мүлдем үндемейсің сен, қалай ұнайын. Ай, қалай қылайын, қалай қылайын, мен өзіңді сағынсам қалай шыдайын. Қолыммен әнді сағындыр өзім, көктен тура кеткендей ақ нұр жүзім. Кезіктірдің қоңырау кеш қоңырда, қоңыр кезде қоңыраттың бір ызалы. Кетем, кетем деп алдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем, кетем деп алдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Қоңыр шашың шекілді төгеді, қоңыр көзің елжіретіп еді. Өзгешелік өңгергендей қоңыр қыз, жан дүниемді кетті самдап жеді. Кетем, кетем деп алдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем, кетем деп алдайсың, жетем, жетем деп қалмайсың. Сүйем десең де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың.
Айымдар әзіл шипасын Ем бауы бәмір сыйласын Көңілсіз жүрген жандарға Күлкіден езу жимасын Күлкі витамин көңіл көтерер Кейбір күлмейді ау, кейбір көкелер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріңдер, ойнап күліңдер Күлмейсен көңіл қалатын Жаныңда мейірім табатын Көңілсіз өтпесін өмірің Аясымен өтсін сағатын Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейді ау, кейбір көкелер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріңдер, ойнап күліңдер Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейді ау, кейбір көкелер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріңдер, ойнап күліңдер Күлкіден шашу шашылар Әсілмен көңіл тасынар Әр кезде күліп жүрсеңіз Ай, көңіліңнің парқы ашылар Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейді ау, кейде көкелер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріңдер, ойнап күліңдер Күлкі витамин көңіл көтерер Кейде күлмейді ау, кейде көкелер Күлкі шаттық қой, шыңға жетелер Күліп жүріңдер, ойнап күліңдер Договором твержу я в ответ Нас не разлучат, нет Куда ты далеко, con le qui bleu Un vecchio vaso sulla TV Nell'aria il fumo delle
плоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Live my life as a thug, till the day I die. Live my life as a wrong play, see me getting high. These niggas got me crossing shit. I put the top down.